13 ғасырдың ортасы, 15 ғасырдың басында Шығыс Дешті Қыпшақ аумағында Ақ Орда мемлекеті өмір сүрді. Ол мемлекеттің тарихы жошы ұлысынан, оның ішінде Орда Ежен ұлысынан бастау алады. Бати хан Шығыс Еуропаға жасаған 7 жылдық жорығынан оралғаннан кейін, өзінің ағасы Орда Ежен мен інісі Шайбанға үлеске жер береді. Орда Еженнің және оның ұрпақтарының ұлысы алғашында Орда Ежен, кейін Ақ Орда деп аталды. Ақ Орда аумағы біртіндеп қалыптасып, Алтын Орданың әлсіреуіне байланысты кеңейді. Ақ Орда 14 ғасырдың екінші жартысында өзінің шарықтау кезеңіне жетті. Территориясы батысында Жайық өзенінен шығыста Ертіс өзеніне дейінгі, оңтүстікте Сырдария алқабы, Арал теңізінің солтүстік шығысынан солтүстікте оңтүстік Сібір ормандарына дейінгі жерлерді алып жатты. Астанасы Сығанақ қаласы. Халқы түрік тілді тайпалар. Ақ Орданың саяси тарихы бірнеше кезеңге бөлінді. Бірінші кезеңде Шығыс Дешті Қыпшақ жерін Алтын Орданың билігінен азат ету жолындағы ұзақ күреспен өтеді. Кейінірек Ақ Орда хандары Алтын Орда ісіне араласады. Ал соңғы үшінші кезеңінде Мәуереннахр билеушісі Әмір Темір мен оның ұрпақтарының басқыншылығына қарсы күреседі. Мемлекетті Орда Ежен тегінен шыққан хандар басқарды. Сасы Бұқа тұсында Ақ Орда әкесінің кезіндегідей Алтын Ордаға тәуелді болды. Оның мұрагері Ерзен хан Алтын Ордадағы Өзбек ханның жарлығымен таққа отырады. Оның тұсында Ақ Орда көркейіп, Сығанақ, Отырар, Сауран, Жент, Баршынкент қалалары гүлденді, көптеген ғимараттар салынды. Ақ Орданың Алтын Ордадан оқшаулануы 14 ғасырдың екінші ширегінде Ерзен мен Мүбәрак қожа тұсында басталды. Мүбәрак қожа хан Алтын Ордаға бағынбай дербес саясат жүргізуге тырысты. Тарихта бұл кезең бұлғақтау деп атайды. Мүбәрак қожа хан Ақ Орда тағынан қуылып, Алтын Орда ханы Жәнібектің жарлығымен Ақ Орда тағына Мүбәрак қожаның бауыры Шымтай отырады. Шымтайдан кейін билікке оның мұрагері Ұрыс хан келеді. Ұрыс ханның кезінде Ақ Орда Алтын Ордадан бөлініп, тәуелсіз хандық болып жарияланды. Ақ Орда Ұрыс хан тұсында едәуір нығаяды. Әйгілі тарихшы Қадырғали Жалайырдың айтуынша, Ұрыс хан өз заманының қуатты да құдіретті, батыл билеушісі болған. Ол ең алдымен Ақ Орданың саяси тәуелсіздігін нығайтуға мейлінше күш жұмсады. Оның сыртқы саясаты негізінен Әмір Темірдің шапқыншылық жорығына тойтарыс беруге бағытталды. Ал ішкі саясаты Ақ Орданың экономикасын өркендетіп, мемлекеттік қуатын арттыруды көздеді. Ол ең алдымен Сырдария алқабындағы отырықшы егінші аймақтардың егін шаруашылығын өркендетуге және осы өңірдегі шаруашылық, мәдениет орталығы болған қалаларды көркейтуге аса мән берді. Ұрыс хан 1368 жылы Еділ бойына жорық жасайды. 1374-1375 жылдары Сарайберкені, Қажытарханды алып, Кама бұлғарларын бағындырады. Бірақ Алтын Орданың уақытша билеушісі Мамайды жеңе алмайды. Ұрыс хан Сырдың орта ағысы бойына қайтып келеді. Ол Әмір Темірдің және оның қолдауына сүйенген Тоқтамыстың жорықтарына қарсы тойтарыстар ұйымдастыруды қолға алады. Тоқтамыстың алғашқы жорығы сәтсіз аяқталды. Ақ Орда әскерлері оның әскерлерін талқандады. Бұл соғыста Ұрыс ханның баласы құтылып, Бұқа қаза болды. Әмір Темірден жаңадан әскер алған Тоқтамыстың екінші жорығы да Ұрыс ханның ұлы Тоқтақия басқарған Ақ Орда әскерлерінен жеңілді. Тек 4-ші жорығынан кейін ғана Тоқтамыс Ақ Орда тағына отырды. Темір басқыншылығына қарсы күрестің негізгі ауыр салмағы Ұрыс ханға түседі. Соғыс барысында Ұрыс хан қаза тапты. Тоқтамыс Ұрыс ханның баласы Темір Мәлікті 1379 жылы жеңіп, Ақ Орда билеушісі болды. Ақ Орданың әскери күшіне ие болған Тоқтамыс 1380 жылы Алтын Ордан алды. Сөйтіп, ол бір мезгіл Ақ Орда мен Алтын Ордаға хан болды. 14 ғасырдың 80 жылдары Тоқтамыс Ақ Орда мен Алтын Орда жерін түгел бағындырып, Әмір Темірге қарсы шықты. Осы кезде Әмір Темір мен Тоқтамыс арасындағы ұзаққа созылған қанды соғыс басталды. 1395 жылы Кавказдағы Терек өзенінің аңғарындағы шешуші шайқаста Әмір Темір Тоқтамысты жеңіп, Алтын Орданы талқандады. 14 ғасырдың аяғы мен 15 ғасырдың басында сыртқы саяси ауыр жағдайлар мен ішкі қырқыстар кезінде Ақ Орда әлсіреп кетті. Ақ Орданың әлсіреу себептері Әмір Темірдің тонаушылық жорықтары және ішкі тартыстар. 1423-1428 жылдары аралығында
Ұрыс ханның немересі Барақ біраз уақыт бойы Ақ Ордадағы өз әулетінің билігін қалпына келтірді. Ақ Орданың соңғы ханы Барақ Самарқанның билеушісі Темірдің немересі Ұлықбекті жеңіп, Сырдарияның бойындағы көптеген қалаларды өзіне қаратады. Бірақ ол көп ұзамай қаза табады. Сосын Ақ Орданың жеріндегі билік Шайбан ұрпағы Әбілқайырдың қолына көшеді. Ақ Орда мемлекеттік бірлестігі 14-15 ғасырда Шығыс Дешті Қыпшақ пен Түркістан жеріндегі этникалық топтардың, тайпалар мен халықтардың бастарын қосып біріктіруде маңызды рөл атқарды. Кейін Ақ Орда мемлекеті Қазақ хандығының құрылуына негіз болды.